Здравствуйте! С вами Тлеу Назгуль, и это рубрика о русском по-казахски. Бүгінгі сабағымызда біз адамның жасын айтып үйренетін боламыз. Егер қандай да бір адамның жасы бір санына аяқталатын болса, біз оған год сөзін қолданамыз. Яғни, сәби бір жаста деп айтатын болсақ, малышу 1 год. Немесе осы жағдайда 1 деген санды қолданбасақ та болады. Яғни, малышу год. Сәбиге бір жас дегенді білдіреді. Егер біздің жасымыз 21-де, 31-де, 41-де, 51-де ары қарай кете беретін болса, онда біз год деген сөзді қолданамыз. Мысалы, менің жасым 21-де. Мне 21 год. Ол 31-де, ему 31 год. Ол 41-де, ей 41 год. Осылайша, егер біздің жасымыз 2, 3 және 4 сандарына бітетін болса, біз года деген сөзді қолданамыз. Малышу 2 года, малышу 3 года, малышу 4 года. Мне 22 года. Ему 33 года. Ей 44 года. Ал ары қарай кеткен жағдайда 5, 6, 7, 8, 9 деп аяқталған жағдайда және де 10-дық сандарда біз лет дегенді қолданамыз. Ей 10 лет, ему 20 лет, мне 30 лет және де ей 15 лет, ему 26 лет, мне 37 лет деген сияқты. Қалған жағдайдың барлығында лет қолданамыз. Және де тағы бір айта кететін жағдай 11, 12, 13, 14 деген сандарға год, года сөздерін қолданбаймыз. Бұлар заңдылыққа бағынбайды. Бұл жағдайда олардың қандай санға аяқталғанына байланыссыз лет деп аяқтаймыз. Мне 11 лет, ему 12 лет, ей 13 лет деген сияқты. Осы видеоның астына өздеріңіздің жастарыңызды жазып кетіңіздер және де лайкпен бағалаңыздар.